қыз бен балалар керек маған де. Бұлар кімдер деді артта отырған дана балдардың қолдарынан қысып ұстап. Анау қыз бен балалар керек маған деген әйел даусы естілді осы уақытта. Көлеңкелер бізге қарай қозғала бастағанын көрген соң, сол минутта Расул газды басып, біз артқа қарай жүріп кеттік. Амалымыздың жоғын түсініп, көліктің фарын қостық та, Расул үлкен жылдамдықпен оңға бұрып, біз кедір-бұдыр жерлермен төмен түсе бастадық. Қатты селкілдегеніміз сонша, мен бірнеше рет басымды көлік төбесіне соғып та алдым. Қатты ұстаңдар деймін артыма да қарап қоюға тырысып. Біздің артымыздан 3 көліктің қуып келе жатқанын байқап қалдым айнадан. Оларға бізден не керек? Томиристің даусы ой жаңағы, иә дедім мен айқайлап сөйлеп. Жолдағы тастардан әрең бұрылып кетіп, қабағын түйіп алған Расулдан жауап болмады. Алдымызда ағаш. Расул, байқа деді осы уақытта қолын созып дана, көліктің жарығы түскен кезде ғана үлкен ағашты көріп, Расул бірден солға бұрып қалған кезде мен көліктің бірнеше рет айналғанын, және тарсыл-тұрсыл дыбыстарды естіген едім. Одан кейін қараңғылықтан бетіме жарық түскенін сездім. Ояна бастағанымды сезіп жатырмын. Бірақ денемді қозғалта алмаудамын. Денем түгілі көзімді де аша алмай жатырмын. Сіз түннің ішінде ұйықтап жатып, бастырылып көрдіңіз бе? Өзің оянасың, бірақ денең өзіңе бағынбайды. Міне, дәл осы сезім болды. Аманат. Саламат. Қайдасыңдар? Деп айқайлағым келеді. Бірақ аузымды аша алмаудамын. Осылайша қанша сағат жатқанымды білмеймін, әйтеуір есіктің ашылған даусын естідім. Ішке бірнеше адам кіріп келеді. Бұлар кімдер тағы? Әлі есін жимады ма? Қашан өз-өзіне келеді деді әйел даусы. Осы кезде ғана не болып жатқанын түсіне бастадым. Бұл Томирис еді. Әлі дегені қалай? Мен бұл күйде қанша уақыттан бері жатырмын өзі? Інілерім қайда? Жоқ, ішкі құрылысында немесе басқа мүшелерінде еш зақым жоқ. Не себепті есін жинамай жатқанын түсіне алар емеспіз? Мүмкін миына. Есін жимаса, бұл бізге ештеңе айта алмайды, сабыр. Түсініп тұрсың ғой мұны, иә деген Томиристің дауысы қорқытқандай шықты. Түсінікті, қолымнан келгенін жасаймын деді еркек. Әйелдің туфлиінің дауысы тық-тық етіп бөлмеден шығып кетті. Жаным, ұлым. Түрің бұзылып кетіпті ғой, не болды? Ештеңе емес, жайыма қалдырыңдаршы мені деді де, әділ кабинеттен шығып кетті. Мынау әлгі оқиғадан соң қатты өзгеріп кеткен. Бір түрлі сөздер айтады деді бірнеше минуттан соң Мария бірден. Ештеңе етпейді, уақытша ғой. Айтпақшы, Розаның ұлында процесс басталды деді соңғы сөздері жарқын-жарқын шығып. Не процесс? Расул. О, жоқ, Расул. Шын ба? Керемет. Бұл көріністі тамашалауға дайынмын деді, қол шапалақтарымен Мария неткен жиіркенішті адам едің өзің. Неге мына дене оянбайды? Жетер осы да. Жетер. Артық шыдай алмаймын. Екеуі де кабинеттен шығып кетті. Мен мына жерде жатқан кезде жан-жағымның бәрі күйреп жатыр. Әкем қайда? Інілеріме не болды? Қайда барлығы? Ахазу қайда? Мені оларға апарыңдаршы. Алғаш еш жиғанымнан кейінгі 3-ші күн еді. Шамамен 3-ші күн. Неше рет ұйықтап кетіп, қайтадан оянып кеткенімді білмеймін. Сабыр деген дәрігер мені оята алмаса, оянған соң оны да өлтіріп тастайтын секілдімін. Қолыма күнде ине тығады. Бірақ егіп жатырма, алып жатырма, түсіне алмаудамын. Әбден шаршап кеттім. Бұлай өмір сүргенше, өліп кеткенім артық па еді? Жоқ. Жоқ. Менің тұруым керек. Тұрып осы жасағандар үшін оларды өкінетіндей етуім керек. Міне тағы да оң жақ қолыма ине тығылды. Өзгеріс бар ма? Сабыр деген дауыс ішке кірді. Жоқ, әділ, мүлдем ештеңе жоқ. Мынау не деді осы кезде менің бетіме біреудің қолы тиіп, жас аққан ба көзінен деді таңданған әділдің даусы. Я. Жас ақты ақымақ неме? Сендердің сөздерің мен істеріңнен соң қалай жас ақпасын? Шынымен де деп маған көзің бақырайып неге қарап тұрсың, сабыр? Неге жас аққанын түсіндіріп берсеңші? Айланың жылауы мүмкін бе? Демек ол ояу ма ана жақта?
Саған бұл сұрақты осыған дейін де қойғанда сен жоқ дегенсің, деді Әділ бұл жолы ашуланып. Мен анығын білмеймін. Миында ешқандай өзгеріс болма. Тоқта, өзгеріс болмаған еді ғой, деді соңғы сөздерінде даусы қаттырақ шығып. Сабыр мырза, сізді Томирис ханым шақырып жатыр. Венеместің миына өзгеріс орнату керек, деді қыз даусы. Кімнің миына? Расул емес пе, деді Әділ. Я, сол ғой. Мен кеттім, деді де сабыр шығып кетті. Расулдың. Не өзгеріс? Олар Расулды Венемеске айналдырған ба? Жоқ. 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 Жоқ деген өзімнің даусым өзіме естілді. Көзіме түскен жарықтан ештеңе көре алмай, қолыммен жапқым келіп еді, қолдарымның төсекке таңылғанын көрдім. Сосын екі аяғымның да дәл солай байланғанын көрдім. Айла, ояндың ба деген дауыс естілді сол жақтан. Басымды бұрып едім, Әділ маған таңдана қарап қалған екен. Қолдарымды босатуға тырысып едім, оған мүлдем күшік жоқ екенін түсіндім. Әрі қатты қозғалғаннан басым айналып, қайтадан жастыққа жатып қалдым. Жолама деп айқайлап жібердім. Әділдің маған қарай қолын соза келе жатқанын көріп, сен маған жолаушы болма. Кет. Тыныштал, Айла, тыныш, деді ол орнында тұрып қалып. Мен саған тиіспеймін. Інілеріме не істедіңдер? Менің інілерім қайда? Дана қайда? Расул. Расул қайда, дедім сәл тынышталғаннан соң. Інілерім. Қалай? Сен сонда оянды ма? Неге хабарламағансың, деп осы сәтте ішке ақ халат киген қыз кіріп келді. Медбике шығар деп ойладым. Бірден қасыма келіп, мониторларға қарай бастады. Жіберіңізші мені, өтініш. Қолымды, аяғымды босатыңызшы, дедім, тым болмаса бұл қыз аяушылық танытар деген сеніммен. Алайда ол мені мүлдем естімегендей күй танытты. Көздерімді саусағымен ашып, қалтасынан фонарик секілді кішкентай құрылғыны алып, жағып қарады да, қайтадан мониторға көз салды. Бәрі дұрыс па екен деп Әділ одан сұраған кезде, қыз оған қарап басын изеді. Жарты жылға жақын уақыт өтсе де, ағзасында ешқандай өзгешелік болмады. Таңқаларлықтай, деді қағазға бірдеңе жазып, қазір сабырды шақырайын. Жарты жылы не істедім? Қыз кетіп қалған кезде ғана миым ол сөздерді қорытып, мен қанша уақыт ұйықтап жаттым. Айла, сен 5 айдан астам уақыт комада жаттың. Жол апаты кезінде қатты соққы алып, содан бері есіңді жимадың. Не? О, құдайым. Қалайша? Сонша уақыт өтіп кеткені қалай? Менің інілерім қайда? Олар қайда? Дедім қолымды қайтадан тартып қалып, бірақ сол қалпы босата алмай. Олардың қайда екенін сен неге? Шынымды айтсам, Айла. Олар. Міңгірлемей, тез айт. Дедім шыдамай артық. Олардың қайда екенін тек мен ғана білемін, деді. Осы уақытта есік артынан кірген Томирис Әділдің оған сәл таңғала қарағанын байқадым. Сол баяғы Томирис екен. Суық, қоңыр көздер. Барынша ұстамды киінген, түрінде мысқылдап күлу бар. Оның мұндай түрін көргеннен қаным басыма шауып, ашудан жарылып кете жаздадым. Саған менен не керек? Менің інілерімнен не керек? Не? Дедім соңғы сөзімде тамағымнан дауыс қарлыға шығып, тыңда. Осыдан оларға саусағыңның ұшы тигенін білсем, сені өлтіру үшін маған мынау кісенде, сен де қарсы бола алмайсың. Сен неге бірден жаман ойлайсың, жаным-ау, деді Томирис орындықты менің төсегіме қарай жақындатып. Отырып, бір аяғын екінші аяғының үстіне асықпай қойып, маған аяғандай болып қарады. Сен туралы бәрін білеміз. Мені алдаймын деп үміттенбей-ақ та ғой. Демек сен бізде білгіш екенсің ғой, я, деді Томирис бірден күлуін тоқтатып, ендеше, білгіш қыз, әкеңнің қайда екенін де білетін боларсың, я. Мен үндемедім. Қазір бұл әйелге не деп жауап беруім керек екенін білмеймін. Не күтуге болатынын да білмеймін. Әкемнен не керек саған, дедім барымша байсалды әрі сенімді дауыспен. Сенің ақылды миың оны онсыз да түсініп тұр деп ойлаймын. Қайда жасырынды? Тезірек айтсаң, інілеріңе мүмкін тиіспеймін, деді менің бетімнен шымшып алып. Менің інілеріме тиісемін дегенді тіпті ойлаушы да болма, дедім мен ашудан дірілдей бастап. Менің оның алдында осындай сүмек күйде жатқаным одан сайын ызаландыра түсті. Айла, тыңда, сенің комадан шығуыңды ұзақ күттім.
Көп ашуланып, ағзаңа күш түсірме. Әкең қайда? Айта ғой. Бірінші інілерімді көрсет, сосын айтамын дедім, олардың аман есен екендеріне көзімді жеткізгім келіп. Томирис орнынан тұрып күліп жіберді. Менімен ойнайын дедің бе? Менімен ойнағаның соңы неге апарарын білмеуші ме едің деген кезде, жоғарыдан арылдаған дауыстар шыға бастады. Мен оның венамес даусы екенін бірден білдім. Міне, өзі де дауысын шығарды. Роза маған қатты ренжімейтін болар деп үміттенемін деп Әділдің қасына барды. Жымия, мына қызға бас көз бол. Мен ананы тыныштандырып келейін деп кабинеттен шығып кетті. Расул ма дедім, жүрегім бір түрлі шаншып, даусымды әрең шығарып. Айла, әкеңнің қайда екенін айта салыс, әйтпесе сені де аямайды ол. Расулдың артынан кетесіңе деді, Әділ жалынышты дауыспен. Мен оған таңдана қарадым. Жақсы адам болып көрінгісі келіп тұр ма, бұл да анасы ұқсап. Бір рет алдады бізді, енді алдай алмас. Кетсем кетемін. Сенің не шаруаң бар? Осының бәрін сендер емес пе жасаған? Мен бұлай болар деп. Әділ, менде тек бір ғана сұрақ бар. Менің інілерім қайда дедім тура қарап, әр сөзімді жеке-жеке созып. Кешір, оны айта алмаймын. Қалай айта алмайсың? Сайтан алғыр. Қалай? Деп қайтадан айқайлап жібердім де, сосын терең дем алып өзіме келуге тырыстым. Асықпай сөз бастадым. Әділ, айтшы, сен бұл өмірде бәрінен артық кімді жақсы көресің? Ондай адамың бар ма? Ал енді сол адамды сенің көз алдыңда өлтіріп тастаса, қандай күйде болар едің? Ол адамды сенен тартып алып бермей қойса, қандай күйде болар едің? Менің басымнан не өткенін сен өз көзіңмен көрдің. Енді менің інілерім қолыңда бола тұра, қайда екенін, қалай екенін маған айтпаймын деп тұрсың ба? Құдай-ау, қалайша соншалық тас жүрек болуға болады? Неге керек бұның бәрі? Неге менің інілерімді қолыма беріп, босата салмайсыңдар? Сендерден артық ештеңе сұрап тұрған жоқпын. Жай ғана туған інілерімді беріңдер деп сұрап тұрмын. Жай ғана осы. Әкеңнің қайда екенін айтсаң босатат деді Әділ бірнеше минуттық үзілістен соң. Менің көкірегімнен өксік шықты. Бойымдағы шарасыздықты сезінгеннен секілді. Осы кезде жоғарыдан қайтадан ақырған және қираған дүниенің дауысы шыққан кезде, екеуміз де жоғары қарадық. Айтсаң, інілер, қолдарымды. Айла, әкеңнің